Мемлекеттік 400 МРП грантын көптен күтіп жүрген адамдарға жақсы жаңалық, гранттар беруге өтінімдерді қабылдау басталды. Бүгін мен сіздерге Қазақстан бойынша қанша грант бөлінгенін және неше кезең болатынын көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар және өз қалаңызда немесе ауданыңызда қанша грант бөлінгенін біліңіз. Бізді қарауды жалғастырыңыз және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Гранттар не үшін беріледі? Грант алудың негізгі шарттары қандай? Грант алу кезеңдері. Осы видеолардың барлық егер көрмеген болсаңыздар, видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыздар және сіздерге сілтеме көрсетіледі. Немесе қазір осы жерде сіздерге ұсынылатын видеолар айдағынан көре аласыз. Бизнесті бастау және дамыту үшін қайтарымсыз негізде берілетін 400 еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі бастапқы капиталға берілетін 400 МРП грантының кестесі шықты. Қазір мен сіздерге толық таныстыратын боламын. Жалпы Қазақстан бойынша 2024 жыл 9000 грант бөлінген және ол екі кезең бөлінетін болады. Яғни бірінші кезеңде 4,5 мың грант, екінші кезеңде 4,5 мың грант бөлінген. Енді бірінші кезеңде гранттарға өтінімдерді қабылдау 8 наурыз бен 19 наурыз аралығында. Екінші кезең Қазақстан бойынша гранттар беруге өтінімдерді қабылдау 15 шілде мен 26 шілде аралығында өткізілетін болады. Ал енді жеке аудандар мен қалалар бойынша қанша гранттан бөлінгенін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көруді жалғастырыңыз. Мен сіздерге қазір толық көрсететін боламын. Астана қаласы бойынша берілген гранттар саны 63. Алматы қаласы бойынша бөлінген гранттар саны екі кезең бойынша 179. Шымкент қаласы бойынша бөлінген гранттардың саны 213. Келесі кезекте Алматы облысы бойынша 130 гранттан бөлінген Іле ауданы, Балқаш ауданы, Еңбекші Қазақ ауданы, Жамбыл ауданы, Кеген ауданы, Райымбек ауданы, Талғар ауданы, Қарасай ауданы, Қонаев қаласы, Ұйғыр ауданы, бұл Алматы облысы бойынша. Атырау облысы бойынша 146 және 145 гранттар бөлінген. Атырау қаласында 45-те 50 грант. Мен сіздерге түсіндіріп кетейін, бірінші лекте және екінші лекте мен сіздерге грант санын түсіндіріп жатыр, ал өтініштерді қабылдау Қазақстан бойынша бір уақытта жүзеге асырылатын болады. Атырау облысы Атырау қаласында 45-те 50 грант бөлінген. Жылыой ауданында, Индер ауданында, Исатай ауданында, Махамбет Мақат ауданы, Қызылқоға ауданы, Құрманғазы ауданы, Атырау облысы бойынша, Ақмола облысы бойынша бөлінген гранттардың саны 87-де 83. Аршалы ауданы, Астрахан ауданы, Ақтастар ауданы, Ақкөл ауданы, Біржан Сал ауданы, Бурабай ауданы, Бұланды ауданы, Егіндікөл ауданы, Ерментау ауданы, Есіл ауданы, Жарқайың ауданы, Жақсы ауданы, Зеренді ауданы, Көкшетау қаласында, Сандықтау ауданы, Степногорск, Зеленоград, Жортанды ауданында, Қорғалжын ауданы, Қосшы. Бұл бізде Ақмола облысы бойынша. Ақтөбе облысы бойынша бөлінген гранттардың саны 200-ден 283 грант. Екінші кезең бойынша Алға ауданы, Ақтөбе қаласында, Байғанин ауданы, Мұғалжар ауданы, ауданы, Ойыл ауданы, Темір ауданы, Ұрымтау ауданы, Талқар ауданы, Ырғыз ауданы, Қарғалы ауданы, Қобда ауданы, Әйтеке би ауданы. Бұл бізде Ақтөбе облысы бойынша. Батыс Қазақстан бойынша 193 грант, 202 грант бөлінген. Ақжайық ауданы, Бәйтерек, Бөкей Ордасы ауданы, Бөрлі ауданы, Жаңақала ауданы, Жәнібек ауданы, Орал ауданы, Орал қаласы, Сырым ауданы, Тасқала ауданы, Теректі ауданы, Шыңғырлау ауданы, Қаратөбе ауданы. Бұл бізде Батыс Қазақстан бойынша. Жамбыл облысы бойынша бөлінген гранттардың саны 504 грант. Жамбыл облысында Байзақ ауданы, Жамбыл ауданы, Жуалы ауданы, Мерке ауданы, Мойынқұм ауданы, Сарысу ауданы, Талас ауданы, Тараз қаласы, Тұрар Рысқұлов ауданы, Шу ауданы, Қордай ауданы, Жетісу облысы, Ақкөл ауданы, Ақсу ауданы, Ескелді ауданы, Кербұлақ ауданы, Көксу, Панфилов, Тарқат ауданы, Талдықорған, Текелі, Қаратал, Маңғыстау облысы бойынша 125 гранттан бөлінген. Ақтау қаласы, Бейнеу ауданы, Жаңаөзен қаласы, Маңғыстау ауданы, Мұнайлы ауданы, Қараған ауданы, Қарақия ауданы, Павлодар облысы бойынша бөлінген гранттардың саны. Павлодар облысы бойынша бөлінген гранттардың саны 222, бірінші кезең бойынша, екінші кезең бойынша 221 гранттан бөлінген. Ақсу қаласы, Ақтоғай ауданы, Аққулы ауданы, Баянауыл ауданы, Екібастұз қаласы, Ертіс ауданы, Железный ауданы, Май ауданы, Павлодар ауданы, Павлодар қаласы, Тереңкөл ауданы, Үсен ауданы, Шарбақты ауданы, Солтүстік
Қазақстан облысы бойынша 135 гранттан бөлінген. Айыртау ауданы, Ақжар ауданы, Айын ауданы, Есіл ауданы, Жамбыл ауданы, Мамлютка, Мағжан Жұмабаев ауданы, Петропавл қаласында, Тайыншада, Тимирязев, Валиханов, Жалақын ауданы, Ғабит Мүсірепов, Қызылжар ауданы. Түркістан облысы бойынша 897 грант бөлінген. Бірінші кезең бойынша, екінші кезең бойынша 896 грант бөлінген. Арыс қаласы, Бәйдібек ауданы, Жетісай ауданы, Келес ауданы, Кентау қаласы, Мақтарал ауданы, Ордабасы ауданы, Отырар ауданы, Сайрам ауданы, Сарыағаш ауданы, Сауран ауданы, Тозақ ауданы, Түлкібас ауданы, Түркістан қаласының Үлбе ауданы, Шардара ауданы, Қазығұрт ауданы 43 елу грант. Қазақстан облысы бірінші кезеңде 108, екінші кезеңде 108 гранттан бөлінген. Алтай ауданы, Глубокое ауданы, Зайсан, Үршім ауданы, Ридер, Самар, Тарбағатай. Қарағанды облысында 92-де 91 грант бөлінген. Ал аудандар бойынша Абай ауданы. Қостанай облысында 99-да 98 грант бөлінген. Ал аудандар бойынша Абай облысында екі кезең бойынша 102 гранттан бөлінген. Ал аудандар бойынша Қызылорда облысы бойынша 778 грант бөлінген. Бірінші, екінші кезең бойынша. Ал аудандар бойынша Ұлытау облысы бойынша 44-те 43 грант бөлінген. Ал аудандар бойынша мен сіздерге Қазақстан бойынша және аудандарда, қалаларда қанша гранттан бөлінгендігін көрсеттім. Енді грант алу шарттарына сәйкестігін тексеру үшін келесі батырманы басуымыз қажет және бұны қалай жасау керек, мен сізге осы жерде, осы видеода көрсеткен болатынмын. Сілтеменің үстінен басыңыз, келесі видеода жалғастырамыз. Назарларыңызға рахмет.